Сәлем достар. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі хош иісті ватрушки жасауды үйретемін. Бұл рецептпен ватрушкилер әрқашан өте дәмді және де әдемі болып шығады. Алдымен ыдысымызға жылы сүтке аштығы мен қантты салып араластырамыз. Жақсылап қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін 2 жұмыртқа мен шым тұз қосып тағы да араластырамыз. Жақсылап тағы да араластырып шығамыз. Үстінен електен алдын ала өткізілген ұнымызды қосып, жақсылап бұны да араластырамыз. Онда бірден салмаймыз, бөлшек-бөлшекпен асықпай араластырып саламыз. Енді осы үстінен арасына ертілген сары майымызды қосамыз. Қалған ұнымызды да жаймендеп қосып, жұмсақ осындай қамыр илейміз. Алдымен қасықпен, содан соң қолмен илейміз. Ұнымыз қанша ұн алғанша осылай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр болғанша илеп шығамыз. Енді үстелдің бетіне осылай біріккенше әдемі етіп, иі қанғанша илеп осындай. Енді оны үлкендеу ыдысқа көшіреміз. Бетін салафан мешокпен жауып, жылы жерге 1 сағатқа алып қоямыз. Қамырымыз ол уақытта 2 есе көтерілуі қажет. Енді бетіне салатын салмасына кірісейік. Ол үшін сүзбеге 2 жұмыртқа, қант және де осындай кукурузный крахмал осы түрін қосып, біркелкі қылып араластырамыз. Вилканың көмегімен езіп. Біздің массамыз қоймалжың біркелкі болу керек. Барлығын осылай езіп аламыз. Менің сүзбем құрғақ, үгілмелі болды. Сол себепті басқа ыдысқа алмастырып, миксердің көмегімен осылай езіп алдым. Менде осындай масса дайын болды. Енді қамырымыздың бетін ашып, көтерілген міне әдемі болып 2 есеге жұмсақ қамыр ыңғайлы болу үшін тақтайға қойып, осылай 2 бөлікке бөліп, оны сеуіп бетіне. Кішкене бөліктерге ватрушки дайындау үшін бөліп аламыз осылай. Осы бөлген бөліктеріміздің барлығын осылай қолымызбен барлығын бөліп аламыз осылай. Осындай қылып дөңгелектейміз, барлығын дөңгелектеп шығамыз. Бізге ыңғайлы болу үшін. Енді осының барлығын осы міне дайын болды. Противенімізге пергамент бумагасын қойып, осылай етіп қойып шығамыз барлығын. Енді стаканның көмегімен ортасына осындай ойық жасаймыз. Егер де стаканыңыз қамырға жабысып жатырса, ұнға батырып алсаңыз болады түбін. Осылай етіп барлығын ойықтар жасап шығамыз. Бұл салмасын салу үшін. Жаңағы дайындаған салмамызды барлық ватрушкилердің ішіне қасықтың көмегімен осылай салып шығамыз. Бір қасықтан осылай асықпай барлығын салып, біркелкі етіп. Енді жұмыртқамен кішкене сүт қосылған смеспен осылай щеткамен булочкаларымыз әдемі жылтыр болып шығу үшін жағып аламыз. 180 градуста осылай пісіріп шығамыз. Міне, дайын болған ватрушкилер үстінен әдемі қызарып, хош иісті болып шығады. Шаймен немесе сүтпен тамаша үйлеседі. Жасап көріңіздер. Достар, егер бұл рецепт ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.